Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Әке шеберлігі мен ана өнерімен баласының бойына еңбекқорлықты дарыта білген Жексенбаевтар отбасы. Ата-анамен тәрбие жұмыстарында тығыз байланыста болған тәрбиеші және тігін үйірмесінің жетекшісі. Гүлназ Берікболқызы. Ақылды тәрбиеленушісі Исраил Бибісара. Абай облысы, Аягөз қаласының 5-ші бөбекжай балабақшасы. Мен сендердің балабақшаларына қызым жылыжай жасап жатырмын. Онда сендер жемістер егесіңдер, көкөністер егесіңдер. Онда көп дәрумендер бар. Одан кейін күн жылығанда оны далаға егесіңдер. Ою-өрнектердің ішіндегі мағынасы өте терең оюлардың бірі. Ол молшылықты, байлықты білдіреді. Сол үшін де біз қошқар мүйізін алдық. Қазір мұнда орнатамыз. Қызым, біздің жылыжайымыз енді дайын болды. Енді осы жылыжайымызға көкөністерімізді, жемістерімізді, дәмді дақылдарымызды егіп отырамыз. Ал енді балам, мына жаңағы екеуміз жасаған жылыжайға көкөністерімізді егеміз. Көкөністі егер кезде мамасы қандай сезіммен, қандай ниетпен егеді? Алдымен топырақты салып, дәнді арасына орнатамыз да, үстінен топырақ саламыз. Оған махаббатпен, мейіріммен қараған кезде ол өте әдемі, жарқылып өседі. Ал егерде дән егетін болсақ, ол пайдалы жемісін береді. Оған баппен қарау керек. Су құйылады. Жылыжайда алдымен дәнді баптап өсіріп, бағына келтіріп алу үшін жылыжайды пайдаланамыз, иә? Одан кейін көктем шыққан кезде біз оны сыртқа шығарып, тазалауға күннің көзіне шығарамыз. Бұл жерде ол боялып, жайқалып, жеміс береді.